бір адам бойында жаңағы адамдарға деген жүрегі ашық болып, кез келген адамның жетістігін қуана қарсы алса, ондай адамды шариғат бойынша, сол біреудің жетістігіне де сабыр етіп өзін жеңген адам, ондай адамды мына көкірегі кең деп айтылады екен. Қазақ не деп айтады? Жүрегі кең деп айтады ғой. Мына ағамызды танимыз, жүрегі кең адам, оған бәрі адамдар сыйып кетеді анасының жүрегіне дейді. Оған немесе не дейді? Көңіл сыйса, сол көңілі кең адамдар деп атқан осы адамдар екен. Яғни өз нәпсісін жеңе алғанда ол. Ал бір адамдар нәпсісін жеңе алмаған кезде біреудің жетістігінен көре алмастан қызғанып, сабыр ете алмайды да, не дейді сонымен? Өсек бастайды. Ғайбат басталады. Ол ғайбаттың арты тағы бірдеңеге ұласады. Сөйтіп үмбеттің арасына фитна басталады. Оған егер сабыр еткенде, онда оған жаңағыдай көңілі кең, жүрегі кең деген атақ алатын еді дейді.